Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен тағы да мен. Бүгін ақпанның 22-сі. Далада -25 градус аяз, күндіз -25-22-ге дейін жылып жатыр, ал түнде 30-36-ға дейін барып жатыр. Аяз. Тауық қорада кішкене салқындау, бірақ тауықтар жұмыртқалап жатыр аздап. Қазір тауық қорада где-то температура то есть +4, +5 градус. Одан артық жылымай жатыр, өйткені далада қатты аяз. Бірақ бізде тауықтар аздап жұмыртқа туып жатыр. Мұнда бағана алып кеткенмін 2 жұмыртқа. Мұнда тағы туып қойыпты 3 жұмыртқа. Сосын бізде мұнда жатқан құрық тауығымыз балапан шығарды. Қазір сіздерге көрсетемін. Алдында көрсеткенмін, осындай балапандарға арнап осы бұрыштан қора салдым деп. Бұны до конца бітірдім. Ішін, астын, жан жағын бәрін пеноплекспен қаптап, ішіне инфракрасный лампа жағып қойдым. Балапандар осының ішінде жатыр бізде. Қалай болған қазір айтам. Міне, құрық тауығымыз балапан шығармастан бұрын осының ішіне көшірдім. Кеше көшірдім. Кеше шығарып бастады. Общасына 11 жұмыртқа салғам. Соның 9 ғана шықты. Неге десеңіздер, бір жұмыртқаның ішінде балапан өлі болып шықты, мүлдем ашылған жоқ. Екінші балапан шықты, әлсіз болып шықты. Ең соңында шықты жұмыртқа. Бірақ шыққаннан кейін, біраздан кейін өліп қалды. Не себеп екенін білмедім. Толық жетілмеген ба білмеймін. Құрық тауықтың өзі шығарып тастады сыртқа. Сосын оны алып шығарып тастадым. Ішінде бізде мұнда көріне ме, көрінбей ме қазір. Так, 15 градустай жылылық. İşte. Балапандар мұнда астында. Алла жаса, осыларды дұрыстап қарап өсіретін боламыз. Аздап тамақ салдым, астына творог салдым, тары салып қойдым, жүгерінің ұндалғанын салдым, аздап жеп, енді үйретіп жатыр. Жалпы осы балапандар шықты, Алла жаса. Өзім қуанып жүрмін. Ал келесіде кездескенше аман сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.